тіліміздің оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 7 Students Book Unit 2 Housework атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптармен таныс боламыз. Page 26 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабақта бізге housework, үй жұмысы деп аталады сабағымыз. Яғни бүгінгі сабақта біз сіздермен үй тірліктеріне байланысты берілген сөз тіркестерімен таныс боламыз. Exercise 1. Check the meaning of the words in the box and complete the table. You can use some words more than once, then listen and check. Яғни сіздерге тапсырма төмендегі кестені жоғарыдағы сөздермен толықтыру қажет. Яғни бұл кестеде бізге естіктер берілген: clear тазалау, make жасау, do steal, tidy тазалау, clean де тазалау, take алу деген сияқты. Осы әр етістікпен өзі тиесілі бір зат есім қолданылады. Соны қолдану арқылы біз сөз тіркесін жасаймыз. Мысалы, clear the table, үстел үстін тазалау деген сияқты. Қалай болады? Мен бұл жерде жасалынып қойған. The first, clear the table, make your bed, make breakfast, make lunch, make dinner деген сияқты сөз тіркестер шығады. Next, make your bed, төсек жинау, make breakfast, таңғы ас жасау, make lunch, түскі ас жасау, make dinner, кешкі ас жасау. Do the ironing, үтіктеу, do the shopping, дүкенге бару, do the vacuuming, яғни пылесос ұстау, шаң сору, do the washing up, ыдыс жуу. Tidy your room, бөлме тазалау, clean the car, көлікті тазалау, clean the floor, еденді тазалау, clean your room, бөлмені тазалау. Take the dog for a walk, яғни итті серуендету, take out the rubbish, қоқыс шығару деген сияқты сөз тіркестері жасалады екен. Яғни Next, exercise 2, work in pairs, жұптық жұмыс. Do the questionnaire and compare your scores. Do you agree? Жұптық жұмыс төмендегі берілген сауалнаманы орындап, досыңыз екеуіңіз орындап болғаннан кейін бір-бірлеріңіздің балдарыңыз тексеріп, және жауаптарыңыз сәйкес келді ме, соны салыстыру керек. Are you helpful around the house? Сіз үй шаруасына жақсысыз ба, қандайсыз деген сияқты сауалнама екен. Do you help at home? Сіз үйде үй жұмысына көмектесесіз бе? Or do your parents do everything? Немесе сіздің ата-анаңыз барлығын жасайды ма? Answer the questions. Төмендегі 6 сұраққа жауап береміз. The first, how often do you make your bed? Сіз өзіңіздің төсегіңізді қаншалықты жиі жинайсыз? I always make it in the morning. Мен күніге азанда жинаймын. B, I usually make it, but not always in the morning. Мен оны жиі жинаймын, әдетте жинаймын, бірақ әрқашан азанда емес. C, I never make my bed. Мен ешқашан төсегімді жинамаймын. Яғни осы жерден сіздер өзіңіз бір қағазға өзіңіздің жауабыңызды жазып отырасыз. The second, how often do you tidy your room? Қаншалықты жиі сіз бөлмеңізді жинайсыз? A, I always tidy it at the weekend. Мен әрқашан демалыс күндері жинаймын. B, I don't often tidy it. Мен жиі жинамаймын. C, I never tidy it. Мен ешқашан жинамаймын. Mom and dad tidy it for me. Мен үшін әкем мен анам жинап береді. The third, who does the shopping in your family? Дүкенге, сіздің отбасыңызда дүкенге кім барады? A, I often do it with my parents. Мен ата-анаммен бірге барамын. B, I occasionally do it, but I don't enjoy it. Мен көп жасаймын, бірақ мен одан ол маған ұнамайды. C, I never do the shopping. Мен ешқашан дүкенге бармаймын. My parents do it. Менің ата-анам жасайды. The fourth, do you even make lunch or dinner at home? Сіз түскі ас немесе кешкі ас жасайсыз ба үйде? A, I often make lunch or dinner for my family. Мен жиі отбасым үшін түскі кешкі ас жасаймын. B, I sometimes make lunch when I'm at home alone. Мен кейде түскі ас жасаймын, жаңағы үйде жалғыз тұрған кезде. C, I never make lunch or dinner. I can't cook. Мен ешқашан түскі кешкі ас жасамаймын, мен тамақ пісіре алмаймын дейді. The fifth, what do you do after dinner? Кешкі астан кейін сіз немен айналысасыз? I always clear the table, do the washing up and take out the rubbish. Мен әрқашан үстел үстін
жинап, ыдыс жуып, жаңа қоқыс шығарамын дейді. B. I usually clear the table and I sometimes do the washing up. Мен әдетте үстел үстін тазалап, және кейде ыдыс жуамын. C. I watch TV, теледидар көремін. The 6. Do you help with the cleaning at the home? Үй жинауда көмектесесіз бе? A. I often clean the floor and do the vacuuming. Мен жиі еден жуып, шаң сорамын. B. I occasionally do the vacuuming, but I hardly even clean the floor. Мен кейде шаң сорамын, бірақ жаңағы еден жуамын дейді. C. I never clean anything, my parents do it all. Мен ешқашан ештеңе тазаламаймын, бәрін менің ата-анам орындайды дейді. Енді сіздер жауаптарыңызды жаңағы жазып отырыңыздар дедім ғой. Жазып отқан жауаптарыңызда егерде A жауабы көп болатын болса, your parents must be very happy because you are very helpful. Сіздің ата-анаңыз қуанышты болуы керек, себебі сіз өте көмекші жан екенсіз. Next. Егер сіздің жауабыңызда B жауабы көп болатын болса, you sometimes help at home, but you don't really enjoy it. Try to help a bit more. Сіз кейде үй жұмысына көмектесесіз, бірақ сіз одан демалмайсыз. Кішкене көбірек көмектесуге тырысыңыз дейді. Егер де сіздің жауабыңызда C жауабы көп болатын болса, you are not helpful at all. Сіз мүлдем көмекші емессіз. You think you live in a hotel. Сіз жаңағы қонақ үйде өмір сүремін деп ойлайсыз дейді. Үстіп досыңызбен жауабыңыз сәйкестендірсеңіздер болады. Next exercise 3. Listen to Jack and Megan. Choose the correct answer. Сіздерге тыңдалым беріледі. Ол тыңдалымды мен жоғарыға тастап кетемін. Тыңдап отырып, яғни ол жерде Jack пен Meganның ортасындағы диалог екен. Дұрыс жауапты таңдаймыз. Jack and Megan are B. Frances. Екеуі достар екен. Next exercise 4. Listen again and choose the correct answer. Тыңдалымды тыңдап отырып, яғни бағанағы тыңдалым бойынша дұрыс жауап таңда дейді. Jack is reading a. Jack не оқып отыр? Jack is reading a magazine. Журнал оқып отыр. The second. Megan never makes her bed. Megan ешқашан өзінің төсегін жинамайды екен. The third. C. Megan's dad always does the food shopping. Meganның әкесі әрқашан азық-түлік сатып алады. The fourth. A. Jack enjoys cooking. Jackке тамақ пісірген ұнайды. The fifth. Megan doesn't mind doing the washing up. Яғни Megan ыдыс жууды мүлдем ойламайды. The sixth. Megan's answers are mostly C. Meganның жауаптарының көбісі C болып шықты. Next exercise 5. Work in pairs. Жұптық жұмыс. Take turns to mime housework activities in exercise 1. Guess what your partner is doing. Яғни бірінші жаттығудағы сөз тіркестерін құрастырдық қой. Сол сөз тіркестермен досыңызға сөйлем айтасыз. Ол сөйлем сіздің досыңызға сәйкес келетін болса, yes I am немесе no I am not деген сияқты жауап беруі қажет. Сөйтіп сіз досыңыздың үй жұмысына қаншалықты көмектесетінін біле аласыз. Осымен біз 26 беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.